Сәлем достар. Көптеген адамдар Ниагара сарқырамасын әлемдегі ең үлкен сарқырама деп есептейді. Бірақ бұл қате пікір. Ол сарқырама танымал жарнамалардың арқасында әлемге әйгілі болды. Әлемде бұдан да биік әрі үлкен сарқырамалар бар. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең әдемі әрі ең үлкен 7 сарқырама туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Игуасу сарқырамасы. Оны әлемнің 8-ші кереметі деп те атайды, өйткені ол өте әдемі. Игуасу Аргентина мен Бразилияның шекарасында орналасқан. Бұл атау үлкен су дегенді білдіретін гуарани тіліндегі сөздерден шыққан. Сарқыраманың биіктігі 82 метр, ал ені 4000 метрден асады. Бұл әйгілі Ниагарадан әлде қайда биік. Сарқырама 1541 жылы Альваро Кассесо есімді испандық кісі осы аймақтан алтын іздеу кезінде ашқан. Елестету қиын. Бұл сарқырама сағат сайын 1 миллиард тонна су ағызады. Танымал сарқырама Виктория. Бұл сарқырама оңтүстік Африканың Зимбабве мен Замбия елдерінің шекарасында орналасқан. Викторияның биіктігі 108 метрге, ал ені 1800 метрге жетеді. Бұл Ниагара сарқырамасынан да ірілеу. 1855 жылы Дэвид Ливингстон атты зерттеуші сарқыраманы көріп, оны Виктория патшайымның есімімен атауды жөн көрген. Ниагара сарқырамасы, оның ені бойынша үлкен деп атауға болатын әлемдегі ең танымал сарқырама. ақш-та орналасқан, оның ені 1200 метр, бірақ оның биіктігі небары 53 метр. Ниагара сарқырамасы әлемдегі ең әдемі сарқырама болып саналады, өйткені ондағы көріністі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сарқыраманың гүрілі бірнеше шақырымға дейін естіледі. Оның жанында тұрған адам сарқыраманың гүрілінен басқа ештеңе естімейді. Осыған байланысты оның атын Ниагара деп атаған, өйткені Ирокез тайпасының Ниагара сөзі гүрілді су дегенді білдіреді. Алдыңғы 3 сарқырама әлемнің ең биік сарқырамалар ретінде ұсынылады. Гуайра сарқырамасының биіктігі небәрі 34 метрді құрайды. Бірақ одан өтетін судың көптігіне байланысты үлкен деп атауға болады. Бұл сарқырамадан секундына 13,13 мың текше метр су өтеді. Бұл оны ең үлкен сарқырама етеді. Ол Бразилия мен Парагвайдың шекарасында орналасқан. Бұл сарқыраманың тарихы онша танымал емес. Оны белгісіз алтын іздеушілер тапқан. 3 сүңгілі сарқырама. Судың 3-ке бөлініп құлап ағуына байланысты осылай аталған. Перу мемлекетінде орналасқан. Сарқыраманың биіктігі 914 метрге жетеді. Бұл әлемдегі 3-ші үлкен сарқырама болып есептеледі. Сарқыраманың ені небәрі 14 метрге жетеді. Сарқырама толығымен 30 метр биіктікке жететін ағаштары бар орманмен қоршалған. Тугела сарқырамасы. Әлемдегі Анхелден кейінгі 2-ші үлкен сарқырама. Ол құлап жатқан 5 каскадан тұрады. Оның ең үлкені 411 метр. Тугела сарқырамасының жалпы биіктігі 948 метр. Ені небәрі 15 метр. Сарқырама оңтүстік Африка Республикасының Натал провинциясында орналасқан. Сарқырама өз атауын таулардан бастау алып, төменге ағатын Тугера өзенінен алады. Ол Тугела сарқырамасын құрайды. Сарқырамаға 2 соқпалы жол ғана апарады. Оны жүріп өту үшін 6-8 сағат кетеді. Әлемдегі ең үлкен сарқырама Анхел. Сарқыраманың биіктігі 979 метр, және ол Венесуэланың тропикалық ормандарында орналасқан. Оны 1933 жылы Джеймс Анджел есімді ұшқыш кен орындарын ұшақпен іздеу кезінде ашты. Бұл сарқыраманы 2009 жылдың желтоқсанында Венесуэла президенті сарқыраманың атауын Керпакупай Меру сарқырамасы деп өзгертті. Бұл оның жергілікті атауына сәйкес еді, бірақ басқа елдерде ресми түрде ол Анхел деп аталады. Әлемдегі ең биік сарқырамаға бару өте қиын, өйткені сіз оған тек әуе немесе өзен арқылы бара аласыз. Әрине, егер қалтаңыз көтерсе. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.